Сәлем бәріне, сендер Еркек Лайф каналындасыңдар. Бүгінгі сабақ бізде қыздың сендерге қызығушылығы. Қашан қыздар сендерге қызығады? Сол туралы тақырып болады. Біз күнде көргендей автобуста болсын, метрода болсын, далада болсын, оқуда болсын, барлық жерде қыздардың қимылдарын көреміз. Ол қандай қимыл? Біріншіден сіздерге айтып кетейін, олардың қимылдарына қарап, еркектер сендер қыз сендерге қызығушылық танытып жатыр ма, танытып жатқан жоқ па, барлығын көрсек болады. Бірінші қимыл ол қыз шашын ұстай бастайды, жаймалай ұстайды, жұлама, сарама, былай, ұстай бастайды, былай. Сол кезде біз ойлаймыз, бұл неге шашын ұстау жатыр, немесе оның басында биттер қаптап кеткен ба, немесе жумаған ба деп ойлаймыз да. Негізі олай емес, жігіттер, ол шашын жуған, ол қыздар негізі шашын күнде жуады. Шашы таза. Негізі алдындағыда айтқан тақырыпта олардың қимылы арқылы сендердің қызығушылықтарың күшейгені деген сөз да. Олар шашын көп ұстаған сайын, олар сендерге қызығушылығы артады. Сонда жігіттер, қыздар, сендер қыздарға оңай бастаған деген мағына білдіреді. Шашын ұстаған. Шашын ғана емес, қолын ұстайды, қолындағы білезіктерін ұстайды, көзін ұстайды, мұрнын ұстайды, аяғын ұстайды, қолын ұстайды. Барлық жерін ұстай береді, аяқпен тебеді керек болса. Метрода андай жағдай болған менде, мысал айтып жүрейін. Метродағы жағдай. Метроға отырған кезде бір сұлу қыз қасымда тұр еді. Әрине ол жалғыз тұрған болған емес, қасында жолдас қыз тұрған еді. Сосын ол маған қарады, мен оған қарадым, сосын мен зерттей бастадым. Сол кезде не болды деп ойлайсыңдар? Қыз деген метроның темірін жұлайын деп қалды. Стап, тартып, солға, оңға тартып, шашын жұлып, жерге тастайын деп қалды. Сол кезде мен тоқта дедім деп, қалжың айтам. Тоқта демедім енді. Сол кезде мен сол қызға жақындадым да, номерін алдым. 1 минут қана кетті номерін алуға. Сосын ол қыз шығып кетті. Сосын звондап сөйлесіп жақсы болып кеттік. Неге сондай жігіттер? Қыздар өздері қызығушылық білдіртеді. Ұнайтын жігіт болса шаштарын жұлады, барлық жерін. Оны сендер көресіңдер негізі. Қыз ұнаған кезде өздері сондай намек тастайды сендерге. Сендерге іс қимыл арқылы намек тастайды. Олар айтамайды ғой сендерге жақындап, жігіт сен маған ұнап қалдың деп. Өйткені олар қыздар, аңшылар емес. Сендер жігіттер аңшысыңдар. Шақыта қаласыңдар аңды. Болды, аң сенікі. Табиғат солай жаратқан адамды. Солай жігіттер. Ондай кезде тез арада қыз қимыл білдіріп жатқан кезде қасына келеміз да номерін шақыта қаламыз. Болды, сонымен номерді аламыз. Келесі күнде кездесуге шақырамыз. Жігіттер солай қыздың қызығушылығы олардың іс әрекеттерінде. Олар сөзбен сендерге айтамайды, бірақ қимылмен айтып береді. Солай жігіттер. Келесі сабақта қыздар түрге қарамайды деген сабақ болады. Негізі қыздардың көбісі айта береді, біз түрге қараймыз деп. Бірақ ол өтірік. Түрге еш уақытта қыздар қарамайды.
Оны мен келесі сабақтарға айтып берейін. Қазіргі бүгінгі сабақ қыздардың қызығушылықтары іс-қимыл арқылы деген сабақ. Кездескенше еркектер, жігіттер, келесі сабақта қыздар түрге қарамайды деген сабақ болады. Сол туралы айтып беремін. Жақсылықта кездесейік.